Қақырықты өкпеден қалай шығарамыз деген сұрақ көп адам туындайды. Қандай сироптар бар, қандай дәрілер бар қақырық шаршасам деп. Негізінде қақырық ол күндегі ауыздың шырыш қабатындағы сияқты бөлініп тұратын шырыш, шаң дүниелерді, лас дүниелерді ылғалдап өзіне жабыстырып азынсыз қақырықпен тастау дұрыс. Ол қалыпты жағдай. Сол себептен өйткені сіздің ләззат алып қаласыз, бір жеңілдеп қалған сияқты боласыз. Енді қақырықтың кейбір адамдарда шықпайды, жөтелем қақырық шықпайды. Қалай шығарсам болады? Сезіп тұрмын, ішінде бір нәрсе тұрған дейді. Негізінде темекі шегетін адамдарда көп болады. Мысалға, мынау бронх деп алайық, немесе кеңірдек. Қарап отырсаңыз, трубка сияқты ішінен ауа жүріп отырады. Ал әрқашанда оны темекімен ластап отырсаңыз, қаланың ішінде тұратын болсаңыз, мегаполисте шаң тозаң бәрі жиналған сайын шырышты қабат қалыңдай береді. Сол қалыңдаған сайын бұның несі тарыла бастайды. Ауа өткізгіштік қызметі тарыла бастайды да, бұрында ауа толып тұрса, енді жіңішке ғана өтіп, сол себептен бітеліп тұрған сияқты сезім болады. Сол себептен шығарғыңыз келіп тұратын содан. Бұны қалай емдеуге болады? Бұны дәрігерге көрініп, спирометрия тапсырып, егерде өзгерістер болса, жүйелі түрде емдеп, қалыпқа келтіруге болады. Ал енді 30-40 жыл асқындырған дүниені қайтадан өкпені жаңа қылу мүмкін емес. Сол себептен қарап жүріңіздер.